остеовел сүйек пен буынға қалай көмектеседі? Міне, көп адам ойлайды, буын ауырса май жағып ауырсынуды басу жеткілікті деп. Бірақ шындық басқада. Буын мен сүйекке ауырсыну ішкі жетіспеушіліктің белгілері. Жас ұлғайған сайын кальций аз сіңеді, шеміршек жұқарады, буындағы майлайтын сұйықтықтар азаяды. Сол себепті сықыр, ауырсыну, қозғалыстың қиын болуы пайда болады. Ал остеовел не істейді? Сүйекті іштен қоректендіреді, шеміршекті қалпына келтіреді, буындағы сұйықтықтың көбеюіне әсер етеді, қабынуды азайтады және қозғалысты жеңілдетеді. Бұл жай ауырсынуды басатын дәрі емес. Бұл ағзаны қалпына келтіретін клеткалық деңгейдегі қоректену. Нәтижесінде сіз не аласыз? Буын жеңіл қозғалады, ауырсыну азаяды, сықыр жоғалады, бел, тізе, омыртқа жеңілдейді. Есіңізде болсын, мәселе жаста емес, мәселе ағзаның дұрыс қоректенуінде. Егер сізде буын, сүйек мәселелер болса, маған WhatsApp-қа хабарласа аласыздар. Сізге жеке протокол жасап, қалай алуға болады, соны түсіндіріп беремін. Телефон номерім шапке профильде, немесе өз номеріңізді қалдыра аласыз.